Всем привет! Это Каиржан и подкаст Find Your Bee. Сегодня общественный деятель Бижамал Рамазанова продолжает рассказывать о своих воспоминаниях. В этом выпуске мы охватим вторую половину 20 века в нашей стране. Моя бабушка расскажет о том, как развивалась ее карьера и как работало развитие карьеры в органах власти, что мотивировало советского партийного чиновника. Из первых уст вы узнаете о некоторых тонкостях работы на высоких должностях в правительстве Казахской ССР и о том, как завоевывались награды и ордена. Бижамал Рамазанова расскажет о своих впечатлениях от работы и встреч с первыми лицами государства, о своем отношении к Сталину, о декабрьских событиях 1986 года, о дискриминации казахов и о многом другом. Кстати, более подробно о воспоминаниях героини подкаста вы можете почитать в книге на казахском и русском языках. Ссылка будет в описании. Давайте слушать. Мен енді қазіргі жағдайда мен ардагерлер отан соғысы жылдары жұмыс істеген ардагер болып есептелінемін. Бірден. Екіншіден, ардагерлер республикалық ардагерлер кеңесінің президиум мүшесімін. Үшіншіден, туған облыс ауданым Ауқсу ауданының құрметті азаматымын. Алматы қаласының құрметті азаматымын. Еңбектегі көрсеткішім үшін шығар. Солай айтқаным дұрыс болар. 1948 жылы комсомол ұйымының 30 жылына байланысты комсомол қызметкерлерін наград жасағанда мен 21 жаста еңбек қызыл ту орденін алдым. Бұл өте бір сирек награда. Бұны айтып отырған себебім, награда бар ғой енді. Бірақ осыны бастап отырған себебім, осы аяқталғандай 91 жасқа келгенде парасат орденін алдым. Ал оның алдында құрмет орденін алдым. Ол мына жаңа Қазақстанның осы 27 жыл өміріндегі алған екі наградым. Сондықтан мен айтайын деп отырған себебім жастарға, мен награда үшін ешкімнен сұрап, ешкімге айтып көрген адам емеспін. Жұмыс үшін, маған осындай жұмыс керек, мен осындай жұмыс істеуім керек, мынандай ақша маған төлеу керек деп айтқан адам емеспін. Мына жұмысқа барасың деген кезде соған баруға тырыстым. Өйткені біздің тәртіп солай болды. Біледі жоғарғы орын сені қай жерге жіберу керек екенін, сені өлшейді өздері. Сен осыған жарайды деп ойлайды, сені жібереді. Бірақ қиналатын кезің болады. Ойлайсың, осы бұрынғы бергендерінің бәріне жарайды келем деп жаттым, деп 1959 жылы мені Алматы обком партиясының идеология жөнінде хатшысына шақырды. Сонда бірінші рет айттым, мынау жұмыс маған ауырлау болады-ау. Мен Алматы қаласын білмеймін. Алматы қаласында жұмыс істеген жоқпын, кадрларын білмеймін. Маған мынау жұмыс ауыр болады-ау. Және партия жұмысына мен бірінші рет кездесейін деп отырмын. Совет жұмысын жақсы білемін. Городской қалалық атқару советінде де істедім. Облыстық атқару советінде де істедім көп жұмыстар. Шаруашылықты қалай икемдеу керек, қалай апару керек, қалай істеу керек, оны мен білем. Бірақ идеология жөнінде Алматы қаласында толған оқымыстылар отырған жерде, өнер қызметкерлер отырған жерінде мен қалай хатшы бола алар екем деген сомнением болды. Соны орталық партия комитетінің хатшысына айттым. Мен сіздерді подводить ету мүмкін. Мен атқара алмауым мүмкін. Мына үлкен жұмыс айтып отырсыздар деп. Сонда ол кісі айтты, тәжірибеңіз бар ғой, біз енді көмектесеміз деді. Мен айттым, әрине көмектесесіздер ғой, бірақ алдымен мен өзіме қарауым керек қой деді. Сонда айтты, әрине, бәрі өзіңізге байланысты. Егер сіз алып кете аламын деп ары қарай ұмтылсаңыз, кетуге тырыссаңыз, сұрағаныңызды айтып отырамыз, көмектесеміз, онда істеңіз деді. Мені осындай ғана уақыт болды. Қалған уақытта ешбір жұмыста мен сұранып көрген жоқпын. Мен енді үлкен жұмыс атқардым.
оған келмей тұрып енді айтып қояйын дегенім ғой. Мына биографияның біраз шетін айтқаннан кейін енді Қазақ СССР жоғарғы советі президиумының хатшысы болып сайлану деген сирек нәрсе. Ол жұмыс өте ауыр жұмыс. Мен осы жұмыста 12 жыл жұмыс істедім. Мен оны мақтану үшін айтып отырған жоқпын. Маған қазір мақтанудың керегі жоқ. Мен мақтанғанды онша жақтырған да адам емеспін. Әйтеуір дұрыс болса болды, жарайды, елге ұнаса болды деп жүрген адаммын ғой. Бірақ менің осы 12 жылда жұмыс істегенімді менен кейін 12 жылда 5 хатшы ауысты. 5 хатшы. Олардың бәрі тәжірибелі адамдар еді. Обком партияның хатшылары болған екеуі. Біреуі горкомның хатшысы болды, біреуі юрист болды. 5 хатшы, 5 личность кәдімгі республикаға белгілі адамдар өзгерді. Мен 12 жыл отырдым. Мен осы еңбегімнің қиын екенін ол кезде мен білген жоқпын. Менің әйтеуір жұмыс істеуім керек екен. Міне осындай жұмысты атқардым. Енді 75-ші жылы, онан кейін республикалық бүкіл архив жүйесінің бастық етіп, Совет министрінің председателі Әшімовтың қол қойған приказыменен мен осы начальник болдым республикалық архивтің. Архив деген дүниенің керемет екенін, оны ешкім айтып аузымен жеткізе алмайтынын, оның қиын шаруаларын үйлестіру керек екенін мен сонда білдім. Шаруашылық мәселесін басқасын білгенде де. Міне бүкіл жер жүзінде, мемлекетте бір қиындық болған уақытта ең алдымен архивті әкетеді, архивті тығады. Архивте бүкіл елдің өмірі жатыр. Содан кейін барып машинасын, үй жайын сонысын қарайды. Міне осы архивте мен 7 жыл жұмыс істедім. Үлкен шаруа. Енді оған кейін келіп айтарым. Міне осында еңбек жолым осылай өтті. Енді мен енді артқа қарай жүгініп, маған айтқаным, мен енді сол комсомол жұмысында жүрген кезімде Алматы облысының, бұрынғы Талдықорған облысының Қаратал ауданының райком комсомолының бірінші хатшысы болдым. Одан кейін Талдықорған қаласының горком комсомолының бірінші хатшысы болдым. Содан кейін облыстық комсомол комитетінің екінші хатшысы болып сайландым. Осы екінші хатшысы болып сайланғанымда, осы жерде кішкене кеңейтейін. 20 күн мен переговор дейді ғой енді, испытанияға, Москваға шақырылып, ЦК ВКСМ-ға бардым. 20 күн болдым. 20 күн болғанда Октябрь революциясының мерекесі келіп, сонда сол ана қызыл алаңнан өткендердің ішінде өтіп бара жатып, Сталиннің қолын былғағанын көрдім. Тірідей көргенім сол. Одан кейін енді басқасы бола жатар. Ал енді сол обком комсомолдың екінші хатшысы болғаннан кейін обком комсомолдың бірінші хатшысы болып сайландым. Міне 12 жыл өмірім комсомолдың жастарды тәрбиелеуге өтіпті. Ал енді оның барлық шаруасын жастар тәрбиелеуді мен білмеймін. Оны білу мүмкін емес, өйткені оның көптеген саласы бар. Оның бәрін біліп, оны іске асыру қиын. Бірақ менің білетінім патриоттық тәрбие. Адамда патриоттық сезім болмаса, азаматтық сезім болмаса, ол адам үйсіз жүрген адам сияқты, үй жоқ адам сияқты. Ең алдымен ол патриот болу керек ол. Оның отаны болу керек. Оның кәдімгі тұрақты жері болу керек. Менің түсінігім солай болды. Мына жері жоқ, түсінігі жоқ босқындардың өмірі.
ол үй жоқ адам, ол даже сол жерде үлкен дача алып тұрса да, оның бәрібір көңілі жоқ, оның үйі жоқ, оның отаны жоқ. Міне сондай күй кешеді адам. Енді осы патриотизм мәселеге байланысты мен сол жұмысты кейін міне демалысқа шыққаннан кейін мен осы ардагерлер жұмысына өзім кірісіп кеттім. Ақша сұрамастан кірісіп кеттім. Жастар секциясын, жастар бөлімін басқардым. Ардагерлердің жастар жөніндегі комиссиясын создавать еттім. Осы қалада міне 7, қазір 8 ауданда сол комиссияның бастықтары бар. Біздер сол осы қай жерде, мектепте, институтта, колледжде, детсадта қалай қандай жұмыс істеу, қандай нәрсе соған қатысып жүрдік. Міне сондықтан болар мен пенсияға шыққаным официально 1988 жыл. Міне 88 жылдан кейін мен приказбен ешжерге жұмыс істемедім. Бірақ мен осынша награда алдым. Мен награда сұрағам жоқ ешкімнен. Ал енді оның бәрі еңбекпен. Еңбек жасағанда біреуге көрсету үшін, мақтану үшін жасамайды. Өзіңнің барыңды елге беру үшін. Өйткені әрбір адамда жатқан дүние көп. Мына көкіректе жатқан, мида жатқан нәрсе көп. Оны далаға шығармасаң не болады? Оның далаға шығаратын неше түрі бар. Бірде елмен, ең бірінші елмен қарым-қатынаста болу. Екіншісі мүмкіндігі келгенде өлең айту. Мүмкіншісі келгенде өлең жазу. Мүмкіншісі келген уақытта жазу. Соның бәрін іштегіне шығару керек. Сонда кішкене адамның өзіне де жеңіл. Айтуға да оңай. Осындай мақсаттарды қойдым. Енді мен Алматы обком партиясының Талдықорған облыстық комсомол комитетінің бірінші хатшысынан 1957 жылы облыстық атқару комитетін, облысполком дейді оны. Соның орынбасары болдым. Енді оның алдында мен ұзақ уақыт емес, комсомолдың қызметінің арасында каким-то образом мені қалалық советтің председателінің орынбасары деп сайлады. 25-ке жаңа келген кезім ғой. 25-ке келген кезім, как раз бірінші тұңғыш балам туған кезім. Сол жұмыста жүріп, көп нәрсені көзім жетті. Отан соғысына келген адамдардың үйім құрылды. Оларға жағдай жасау керек болды. Жер бөліп беру керек болды. Огород жасау керек болды. Жұмыс орнын табу керек болды. Үйлердің бәрі онда үй салынбайды ғой, үй салынбайды. Соғыс кезінде де, соғыстан кейінде де үй салынған жоқ. Әйтеуір кім өзінің күшіменен кірпішті құйып, саманнан болса да үй тұрғызып алды. Сөйтіп менің әкем де Талдықорған қаласынан өзіне үй тұрғызып алған. Біздің үйіміз болды 2 бөлмелік. Оның өзін 2 жыл салдық. Өйткені ана төбеге тақтай жетпей тұрып алып, ана стенаның бәрі мыжылып сөйтіп, сонымен әйтеуір сондай жасап алдық әкемнің тіршілігінің арқасында. Мінекей енді сол жұмыстан мен совет жұмысының ішкі жұмысын түсіндім. Міне не істеу керек екен? Қалай әйелдерді, күйеулері қайтпай қалған әйелдердің зарын естіген кезім болды. Отан соғысына қатысқандарына жер бөліп береміз, оның әйелдеріне қалып қалыпты. Сол кезде солардың айтқанын естідім. Сендер ең болмаса келдіңдер ғой, сендердің семьяларың бар. Біздің бала шағамыз бар, бізде күйеу жоқ, бізде адам жоқ. Біз сендерден неге кемедік, неге бізді бөліп бермедің деген сөздерді естідім. Міне осы жерде ақиқат деген болу керек екенін бірінші байқадым. Сонымен енді облыстық атқару комитетінің жұмысына келдім. Енді жұмыс өте көп. Білім саласы, мәдениет саласы,
денсаулық сақтау саласы, осының бәрі менің мойнымда. Мен енді көмектесуім керек. Мен мойнымда болғанда бюджеттің ақшасы аз ғой, әйтеуір көмектесу керек. Осы жұмыспен жүргенде Шоқан Уәлихановтың Талдықорған облысында Алтынемелде жатқанын білетінбіз. Мен Шанқанайда істеп жүрген кезде, мұғалім болып жүрген кезде естігенім бар. Мына төбенің астында керемет бір ғалым адам, Шоқан деген адам жатыр дегенде естеген бала кезім ғой енді, 15 жаста. Бірақ енді ол кісіге, ол жаққа ешкім қазір бармайды. Өйткені 29-30 жылы жұрттың алып, бидай алып, ұн жоқ кезі ғой. Сонан іздеп жүргенде бір үлкен тас тауып алып, сол тастан өзіне диірмен жасауға кесіп алмақ бопты. Соны отырып жасағанда бір ұшқыны келіп, әлгі кісінің көзіне тиіпті. Сол кісінің көзі ауырып, ашып, содан өліп қалыпты. Соны білетін ел бәрі біледі. О жерде жатқан адам жай адам емес, о жаққа тиіспеу керек, бармау керек дегенде, мен сонда естігем. Содан облыс полкомының орынбасары болып келдім. Гвардия ауданының райком партиясының бірінші хатшысы Гришагин Иван Петрович деген керемет те бір адам болды, интернационалист. Ол өзі депутат Верховный Советі болатын, член ЦК болатын, ауданда көп шаруа істейтін. Сол инициатива көтерді. На свои собственные средства 2-3 хозяйства бір мектеп салу. 2 этажда қолдан мектеп тұрғызды. Сол мектепке, поскольку он депутат Верховного Совета Казахской ССР, он связался с центральными органами, пригласил на открытие этой школы секретаря ЦК и заместителя председателя Совета министров. Солар анан ашуына келді. Ашуына келгенде, енді облыстан мен де бардым, облыстың басшылары барды. Ашылды, жақсы болды. Ана кісілерге ұнады. Это первый признак самостоятельности, жақсы болды деп жатты. Кейін оны Қостанай облысында да сондай болды. Сонымен жиналыс өтті, жақсы болды. Балалар концертін берді бәрі. Ертеңіне таңертеңгісін қонақтар тұрды дағы, біз енді Шоқанның басына баруымыз керек деді. Жарайды деп бәріміз облыстың бастығы, ауданның бастығы 2 шарбамен, 2 машинамен келдік. Ал төбенің басы жатқан кәдімгі мүрде мола. Оның қай жерде кім жатқанын ешкім білмейді. Содан біз әлгі секретарь ЦК-сы да бар, зампред Совмин, Закарин деген кісі, Жандельдин деген секретарь ЦК бар, бірінші секретарь обком партия бар, председатель облыс полкомы бар. Бәріміз жүріп араладық. Аралағанда сол, мен енді кішкене жаспын ғой, енді комсомолдан жаңа шыққан кезім. Енді 30-ға жаңа келген кезім ғой. Жүгіріп жүрген, құлағымда айтқаны бар, соны мен енді былай. Бір уақытта 1,5 метр жерден көтерілген, жоғарысының бәрі мұжылған бір жерді көрдім. Сосын бүйтіп қарап едім, бір нәрсе қарауытып жатыр екен. Сосын бұрылып келдім дағы, қарасам, Колпаковскийдің жіберген Шоқан Уәлиханов туралы жазған үлкен несі жатыр, тасы. Мен айқайладым, мұнда келіңіздер деп, аяғы өзімше активім ғой енді. Жалғыз әйелім жүрген араларында. Сон бәрі келді. Келіп жатқан жері неше жыл бойы қолдан жасалған, ондағы саманный кірпіштен жасалған есік осы жақта. Соған келіп жүр тұрып, возмущение было, мировое возмущение. Қандай бізде ұят жоқ, бүкіл жер жүзіне белгілі Шоқан Уәлихановтың жатқан жері мынау. Біз қалай адам болып жүрміз, мына облыстың адамдары не ойлайды деп, СК-дан келген кісі айтып жатыр. Не болды, мынау сұмдық қой, мына не айтамыз, не дейміз деп. Енді соғыстың беткеніне де көп болған жоқ қой. Соғыстың алдының бәрі
қиындық уақытпен өтті. Жұрт әрқайсысы өзінің басын қалай арашалап алам деп сонымен ақ ойламай кеткен. Сонымен сол жерде тұрып, сонан кейін енді мынаны қалдыруға болмайтын елдің бәріне белгілі. Сон баяғы мен енді өзімше активист болып, баяғы комсомолда сөйлей үйреніп қалғанын айтып, я даю вам слово, будем обязательно делать деп сөйтіп жатырмын ғой. Не болатынын ар жағын білмеймін ғой ол кезде. Содан жарайды деп кетті, ол кісілер кетті. Барып, ол кісілер архитекторларға задание беріпті. Шоқан Уәлихановтың несін жасаңыздар, қойылған жерін қалай жөндеу керек деп. Сосын енді біз келдік, біз Талдықорғанға келіп, енді біз не істейміз? Бізде тек қана облсельхозстрой деген организация бар. Облсельхозстрой. Одан басқа ешнәрсе жоқ бізде. Сонан кейін енді оның бастығы бір жақсы адам болады, мен сөйледі ғой. Сосын шақырып айттым, енді бізде құрылыс жасайтын сендерсіңдер. Кім бар деп. Сонда айтты, бізде бір әйел бар, кезінде Москвада оқып бітірген архитектор деді. Әйел адам, ой, жақсы болды онда. Сөйлесіп көрші, мүмкін сол бір нәрсе білер, осыны қалай деп. Сонымен сөйлескен екен, ертеңіне алып келді. Маргарита Марковна деген, Ващенко деген әйелді алып келді. Менен гөрі кішкене бір 4-5 жас, 5-6 жас үлкен. Неден, Ленинградтан отправить еткендер ғой, ненадежный адамдар. Сол отырып ойланып айтты, мен библиотекада отырып көріп көрейін, 2-7-дей. Содан кейін келіп айтайын деп. Соны жасады. Короче говоря, енді мені ол 57 жылы осылай болды. Сосын ол сразу алып келіп, қалай жасау керек екенін көрсетті. Бізге ол ұнады өзімізге. Оның ақшасын енді ол фин бар ғой деп қойдық. Өйткені бәрімізден белгілі, бастықтар отырған аямайды ғой деп. Содан звонить етеді неден, Министерство культурадан. Сендерге біздің мүсіншілер бара жатыр. Өздерінің документтеріменен, эскиздеріменен. Сендер соны қабылдаңыздар. Егер қабылдасаңыздар, айтарсыздар. Келді. Өте известный мына кімнің Абайдың мына бірінші мүсінін жасаған Хакимжан Наурызбаев деген кісі. Это первый. Он вообще без одного глаза. Сол кісі келді. Сол кісінің проектісімен келіп, планшеттің бәрін қойдық бүкіл неге, облсполкомның зданиясына. Но получилось, что Шоқан Уәлихановтың Қашқариядан келе жатқанын көрсеткен. Сонымен таудың ішінде келе жатқан адамдар, соны біз айттық, енді біз тауда отырмыз. Жатқан жері тау. О жерде түйе деген жайылып жүр. Мына түйенің керегі де жоқ, оларға таныс емес. Бізге кәдімгі городского масштаба керек. Жұртты таңдандыратын, өз жерде балаларға көрсететін керек қой деп. Содан біз енді жарайды, біз сіздердікі жарамайды деп жібердік. Содан Ващенконың несін алып, енді мен Алсанаға қарай, Алматыға қарай жүгіріп отырдым. Екеуміз зим машинесіне отырамыз, маған зим берілген. Қалада екі-ақ зим бар, бірінші секретарь обком партияда, одан кейін менде заместитель по культурада. Сол екеуміз отырамыз, келеміз, академияны ауыта болдық, Әуезовте болдық. Сәбит Мұқанов Нажым бұл коллегай, по существу барлығына көмектесті. Содан кейін мен культураға бардық, Қанапин деген кісі болатын. Сол кісілерге сөйлесіп, ананың бәрін көрсетіп, содан кейін одобрять етті. Содан анау суреттің, мына жерде Шоқанның суреті бар, надгробие. Сол суретті Ващенко айтты, Маргарита ортқан жерің жайлы болсын. Сол кісі айтты, мен мынаны Мытыщинский заводта, Москвада апарып құйғызып алып келем деді. Сонымен біз сол 59 жылы сонымен шұғылдандық. 58 жылы біз құрылысты бастадық.
біз еш жерден ақша сұраған жоқпыз. Совет министрлікке де ешкімге де барған жоқпыз. Бірақ ана бүкіл немізді художественный совет Министерство культурада отырып, ученыйлардың бәрі қатысып, біздің суретімізді көріп, бәрі одобрять етіп қол қойып сөйтіп берді. Соныменен 58 жылы октябрьдің 12-сі екен, 14-ме біз оны аштық. Соны ашардың алдында мен әрбір ай сайын болмаса да 2 айда бір рет сол жерде келіп отыратынмын. Не істеп жатыр, не қойып жатыр, қалай болып жатыр. Менен басқа жүгіріп жүрген адам болған жоқ. Өйткені жауапкершілік менде болып қалды. Содан жүрдік, енді бітірдік. Бітірердің алдында бір күні мен Алматыдан келе жатып соққам, бәрі дұрыс болатын, қазып жатқан, үйтіп жатқан, бәрі дұрыс болатын. Басшылары бәрі дұрыс, Рамазанова бәрі дұрыс қой деп жатқан. Мен келіп, суббота, воскресенье үйге қондым. Таңертең сағат 8-де үйге звонок. Келіңіз Шоқан Уәлихановтың басына проблема болып қалды деп. Содан мен қайта бардым. Барсам, Шоқан Уәлихановтың басын ашқан. Сонда міне жерде лақап жатыр. Былай. Сол жерде айтты, міне Шоқан Уәлихановтың жатқан жері. Өйткені мына қыс кірпішпенен окрамлен внутри. Астында не бар? Шөп бар. Енді осын не істейміз? Ашамыз, көреміз бе? Бір жаққа апарамыз ба, не істейміз? Мен айттым, жоқ айналайын, тиіспеңдер, тимеңдер. Қалай жатыр, солай жатсын. Ал біздің геодезия қалай екен, біздің памятнигіміз тура келеме дегенде, сол дәл осы жатқан жерінің үш жерде дұрыс келіп тұр. Айттым, бәрі дұрыс екен. Енді ана ауылдан бір қарт адам шақырыңдар, бір дұға оқысын. Сонан кейін мен жабайық. Енді ашпаңдар, көрмеңдер, бармаңдар. Енді бұл өте қасиетті адам. Егер де кейін Герасимов сияқты адам шығатын болса Қазақстанда, сонда біз айтамыз, қатқан жерін, жатқан жерін бәрі точкасы қазір анық бар, білесіңдер. Сондықтан енді деп, ана кісіні шақырып алып, кеш батып баратқанда дұға оқып, сөйтіп біз Шоқан Уәлихановты жаптық. Соныменен сол мероприятияны бүкіл облыстың адамдарынан киіз үй, октябрь ай ғой, салқын ай, киіз үй тұрғызып, үлкен мероприятие жасадық. Оған вице-президент Академия наук Байышев келді. Оған Сәбит Мұқанов келді. Оған Марғұлан келді. Сөйледі. Оған жердегі адамдар келді. Оның бәрі менде жазылған. Кімдер қалай болған? Шоқан Уәлиханов туралы ЦК-ның секретары болған, соған не болған адам? Жандилдин деген кісінде сонда жазылған. Жандилдинде. Өлік жазылғаны газетте шықты. Мінекей сөйтіп, мен басқарып тұрдым. Біздің трибунамыз ГАЗ-69 машинасы болады ғой. Борттарын түсіріп жіберіп, алды жағын ұстап, сонда тұрып, сол Байышевте барлық келген басшылар сөзден сөйлеуге сөз беріп, вступительный открытие жасаған мен едім. Онша білетінімде шамалы, бірақ Шоқан Уәлихановтың еңбегі жөнінде 2 бет әйтеуір жазып, айтып, сөйтіп соны жасаған менмін. Енді оны мен қазір айтып отырмын, ол кезде мен айтпадым оны. Өйткені көре алмайтын адам көп болды. Мен деп өзімді бір жерде айтсам, маған жау көп болатын еді. Сонымен жарайды, ашылды, болды деді. Содан кейін анау болды, мынау болды. 80 жылдар анау, 86 жыл анау оқиға болды, үйтті. Енді сол ауданда істеген адамдар, мен аштым Шоқан Уәлихановты, мен сөйттім, мен бүйттім дегендердің бәрі көбейіп кетті. Содан біреуіне айттым, айналайын, үлкен адам. Енді мен айттым, мұндай өтірікті жазу үшін біздің көзіміз кеткеннен кейін жазу керек еді. Сөйткен ешкім сізге айта алмайды. Енді сіз көрдіңіз ғой, сіз менімен бір-ақ рет Шоқанға байланысты бірге болдыңыз. Онда да мен бәрі біткен уақытта қалай жұрт Шоқанға жету керек екенін есептеп жүріп,
Сарыөзектен шыққаннан кейін 22 километр жерде тұрып, ылғи Шоқанға қарап, осы жерден тура жол ашуға болады ғой дегенді, сонда сіз бірге болдыңыз. Бір-ақ рет міне Шоқанға байланысты сіздің болғаныңыз деп. Міне сөйткен Шоқан Уәлихановтың тұрып кетуіне бірінші рет республика көлемінде үлкен кісілерге осындай бір жақсылығым деп айтпайын, менің бір парызым өзім орындалды. Оны парызым деп айтатын сөзім, кезінде мен өкпелегендей болдым. Мұхтар Омарханович айтты, өте жақсы екен мына жұмыстарың, Ващенко екеумізге. Әуезов. Мына жұмыстарың жақсы екен. Қандай тамаша, шіркін-ай, осындай Абайдың жағдайын ойлайтын қазақтың бір қызы туар ма екен деді. Это было высокое слово. Мен енді оны за обиду приняла даже. Сонда айттым, о кісіге болады әлі, болады ғой деп, просто сөйтіп тұра бердім. Өзім просто от волнения. Мені асырып жіберді мына кісіні деп. Өйткені Шоқан Уәлиханов деген сияқты адамдарға бірінші рет Қазақстанда осылай надгробиясын жасаған біз болдық. Осы енді бір еске алып айтатын шаруам, енді өңгенің бәрі мектепті ашу, мектепте ремонт жасау, балаларды кружоктармен хабарластыруға көмектесу, наградтау, комсомолға алу, онлайн тәрбиесі өтіп жатты, оның бәрі өтіп жатты. Ал енді кейін міне 58 жыл, 58 жыл, 58 жыл осылай өтті. 59 жыл мен уже Талдықорған облысы, Алматы облысына жабылды да, мен обком партияға хатшы болып келдім. Мінекей осы обком партияда хатшы болып мен 4 жыл жұмыс істедім. Аналог этой должности? Қай жұмыста? Многие не понимают, молодежь, вот эти вот позиции. Вот, например, секретарь обкома партии, это сейчас замакима. Замакима области. Замакима, да, области, города. Город подчинялся области. Город не считался отдельно. Область, Алматинской области, город Алматы был вместе. Сонда это замакима. А Талдықорған облысында тоже замакима. Сондай жұмыс болды. Содан енді 4 жыл мен жұмыс істедім. Интеллигенцияның қиын кезі, опять вторая волна, неправильная позиция против линии партии, она мыналар шыға бастады. Хрущев келді как раз. Хрущев келгеннен кейін у нас вообще Хрущев бастық болып келгеннен кейін біздің өміріміз жақсармады. Жақсармаған себебі ол кісі енді қарағыма 10 жыл мемлекет басқарып отырып, 3 рет герой социалистического труда, 1 рет герой Советского Союза деген атақты өзіне алу деген 10 жыл отырып бастық болып, бұл дұрыс емес қой. Ол енді оны жұрт білмейді, білгені үндемейді, бастықтарға қатты сөз айту жоқ қой. Бірақ бұл кісінің линиясы солай болды, Сталинді жамандаудан. Сталин сондай, Сталин мұндай, Сталин жамандау, жеке адамға басына табыну болды, анау-мынау деп. Мы с какой стороны вышли, как мы развивались, вообще даже Советский Союз и все страны. Они же не из парламентской системы мы вышли. Мы все вышли из одиноких руководителей. Патша, бастық, хан, би, сондайдан. А ол келді да сол, ол мынау Сталин дұрыс демеді. Ал Сталин болмаса, басқа адам болса, біз осы соғыста жеңер медік, жеңбес медік, это сомнение. Ол жеңе алмайтын едік. Сталиннің біз соға айдаған елменен келіп космосқа шыққанын жасаған Сталиннің кезі. Сталиннің кемшілігі болды. Кім жұмыс істеген адамда кемшілік болмайды. Бәрінде де кемшілік бар. Тәртіпті орнату керек болды. Оның ісіне, оның айтқан сөзін айналасындағылар жеткізеді ғой.
айналасындағылар істейді ғой. Анау охрана труда, охрана госграницы, анау внутренних дел, анау и так далее. Солар жасайды ғой оны. Сталиннің айтқан сөзін міне сен естіп отырсың, мен естіп отырмын, мен айтып отырмын. А қалғанның істейтін басқалар ғой. Вот Бериясы бар, басқалары бар. Столько людей вокруг них. Оны біз білмейміз ғой, оны қазір енді айтып жатыр ғой. Сталиннің айтқан сөзін қалай етіп орындағандарын. Даже тот же Қазақстанды басқарған анау армянин. Мирзаянда қазақтар мақтайды ғой. А документальный документ бар. Сталинге жазған. Мы выполнили по удалению столько лиц, вредителей, а просим согласие дать на столько-то тысячи человек на какой-то период деп жазғаны бар. То есть Қазақстанда отырып, Берияда арқылы берген тапсырманың бәрі орындалған. Енді оны артығымен бұрын орындап бәрін өлтіргеннен кейін, енді мынанша адамды өлтіруге рұқсат беріңіз деп жазған қағазы бар. Міне сондай адамдардың бәрі отырды. Сол кімді Мирзаянды мақтап, үй беріп, айтып сөйтіп жүрді ғой. Оның бәрі сондай адамдар болды. Қазақстанды басқарған Шаяхметов қана болды. Міне бірінші қазақ Шаяхметов. Шаяхметов бүкіл соғыс жылында отырған бірінші секретарь сол кісі болды. Оңдасынып екеуі. Оңдасынып дегенде керемет қазақтың қайраткер адамы болды. Керемет адам болды. Елдің қамын ойлаған адамдар болды. Ал Шаяхметов партияның несін орындайды, бірақ облысты қосқу, алу, адамдарды, кадрлар дайындау, мынау институттарды алып келу, ашу, неше түрлі микробиологиясы бар, басқасы бар, бәрін ашу деген солардың арқасында болған дүние ғой. Міне осындай жағдайлар өтті. Енді Хрущев келгеннен кейін внутри кәдімгі Ресейдің ішкі жағындағы істеп жүрген рядовой қызметкерлерін шейін алып келіп Қазақстанға бастық етіп қойды. Аудан, облыстан. Олар қазақ тілін білмейді, қазақтың жағдайын білмейді, әдетін білмейді. Аттай, дантай, яқади. Сонымен өмір өтті. Мінеке осындай. Онымен Хрущев келгеннен кейін аудан мен ауданды қосу. Аудан мен ауданды араластыру. Облысты қосу, облысты араластыру. Бір облыстың өзінде 2 бастық болды бізде. Облыста сельский бастық болды, сельский местность, промышленный бастық. Бірінші секретарь отыр бір облыста. Сөйтіп, настолько раздробление пошло. Ал мынау тың жерді игеру деген ол басында басқарылған нәрсе. Оған кезінде Оңдасыновпен Шаяхметовтер де оны қолдаған, бірақ айтқан бірте бастау керек. Өйткені жердің климаты әртүрлі. Сондықтан қарау керек деген оған қараған жоқ. Хрущев давайға басты. Сонымен жастармен бірге, балалармен бірге, 18 жастағы комсомолдармен бірге 50 жастағы шалдарға шейін келді. В основном кейбіреулер түрмеден шыққандар. Вот так у нас пошло. И вот сондай қиын жағдай болды. Сельские местности люди страдали уже от прежних немощностей, а это было тоже сложное дело. Сөйтіп, мені Хрущевтің 1960 жылы, 61 мекен, Қазақстанға келді, Қазақстанның 40 жылдығын тойлауға. Сол тойлауға мен обкомның хатшысымын, мен ол кісіні сопровождать етуге шықтым. Мен облсполкомның председателінің орынбасары екеуміз. Сонда озеро Исікке бардық. Бірақ бара жатқанда ол кісінің настроениесін жұрт портит етті. Нан жоқ қой. Біз нанды
бидайды Канада мен Америкадан сатып алып отырдық қой, Совет одағы. Сиырға деген жағдай жоқ, малға жағдай жоқ. Сондай қиын жағдайда отырған біз Американы басып озамыз, Американы құртамыз деп жатырмыз. Анаяқтан өзіміз анай жеп отырамыз. Үй жоқ, үй салынбайды. Мектеп қаңырап тұр, оны қосу жоқ. Соны өтіп бара жатқанда, мына районный центрде оған не шашыпты, жұмыртқа. Хрущевқа. Люди какие отважные. Соны көргеннен кейін ол кісінің настроениесі портиться етіп, қайтты. Озереда даже отыра алмады. Жақын жер. Соцстраннан келген елдер болды. Оның бәріне қараған жоқ. Сондай жағдайда болды. Содан кейін біздерде жиналыс болды. Мына қазіргі стадионның бірінші рет біткен жылы. Сонда жиналыс болды. Сол жерде сөйлеп тұрды. Біз мен жерде отырмыз қасында. Ол түрегеп тұрып, сонда сөйлеген сөзінде менің жүрегіме келіп дегені. То, что не сделала царская власть, мы это проделали за несколько лет. Вот Казахстан теперь говорит на русском языке. Мы будем говорить на одном языке. Вот в 1988 году мы все будем жить при коммунизме. Наше сегодняшнее поколение увидит коммунизм, деді. Ну, какой там, 20 жыл бар ғой арада, ойладық қой. Нан жетпей жатыр. Қара нанмен отыр, жұрт, ағынан жоқ. Ну, хорошо, что біздің семьяға кішкентай льготалар болды. Әйтеуір, балалар қара нанға қарап қалған жоқ. Вот такой невзгодой на него было. Потому что он испортил. Сталин это была власть, это власть страны. Страны внутри его испортил. Он ничего не создал, мог бы продолжить это. И, ошибкой айтуға болады ғой. Вот содан басталды. У нас всякие вот потом невзгоды и так далее. Біздің әлгі писательдерді де, Қазақстан тарихын шығарғандарды да, соның үстінде мына осы кімді Омаров Ильяс. Его же тоже из секретаря ЦК убрали за то, что он был редактором редакции вместе с Панкратовой, союзным академиком. Бірге жазған Қазақстанның тарихында бұзып жазды. Бюрократ, буржуазный идея бар деп, его убрали. Міне осындай аяқ астынан өзгерістер, бір түнде, бір күнде болатын өзгерістер көп болды. Хрущевтің пайдасынан көрі зияны көп болды деп ойлаймын. Айтатыны, енді нені бастап жіберді, тыңның енді кейін қорытындысы болды ғой, эрозия қаптап кетті. Мына Павлодар облысы вообще себепсіз қалатын болды. Өйткені жер уже жарамай қалды. Сонда химия, Жамбыл, Таразда химия завод ашылды. Соған бүкіл түрмедегі адамдар да келіп отырғызды. Жұрт, жамбылдықтар үйінен шыға алмай қалған уақыт болды. Үйінен әйелдерін тартып әкеткен кездер болды. Міне сондай ауыртпалықты біздің қазақ бәрін көтерді. Бірақ қазақ халқы ешкімге өзіне қиындық жасады деп ешкіммен өс алмайды, өш деспейді. Қазақ халқының бір қасиеті осы. Болған нәрсе болды. Мүмкін оның маңдайына біткен шығар, жазу сондай шығар. Бірақ ар қарай жамандық ойламау керек. Қазақта жақсылық ойлау керек. Жақсылық ойласаң, жақсылық келеді. Жамандылық ойласаң, жамандық сені басып кетеді. Мысалы, жақсы болып істеген ісіңе өнімді болады. Жамандық істеген құрып кетеді, ал ары қарай бітпесе өзіңді де құртып кетеді. Міне осындай философиямен жүрген қазақ халқы өстіп 86 жылға келді ғой. 1986 жыл бұл бүкіл Қазақстандай бірде бір республикада аралас некеменен
үйленген адамдар болған жоқ. Орысы бар, татары бар, қазағы бар, орысы бар, корейсі бар, бәрі араласып кетті. Қазақтан сондай көп республика болған жоқ. Ал сөйтіп отырған республика қазақ тілін ұмытып кетті. Қазақ тілін білмеген адамдар күні бүгінге шейін сорлап жүр. Қазақ тілінің оның ар жағындағы нутросын білмеген адамға қиын. Сондай адамдар сөйтіп жүрген елді, сөйтіп жүрген Қазақстанды қазақ халқы, қас халық, қазақ халқы немене еді? Брак народа болып шықты ғой. Міне сонда жастардың сондағы көтерілгені біз енді түсінбейміз ғой. Біз социалистік өмірде өмір сүрген адамбыз. Біз сол идеямен жүрген адамбыз. Жастар дұрыс істемеді ғой деп ойладық. Бірақ жастың аты жас. Жас адамның өмірге көзқарасы басқа. Әйтпесе мектепте, институттың студенттері нағыз демократический жолменен көшеден біздің Қазақстанды басқаратын адам не қазақ болсын, не болмаса Қазақстанда туған болсын, орыс болса да Қазақстаннан болсын деген лозунгысы үшін қанша адамды құртты, қанша адамды өлтірді, қанша қыздардың шашынан ұстап тепті. Енді 86 жыл қиын болды. Оны да әйтеуір пережили. Оған көп уақыт жұрттың көзін жеткізу керек болды. Енді күні бүгінге шейін сонда түрмеде отырып 10 жыл отырып келгендер бар. Неше соған қатысқан үшін. Қолына алып ешкімді атқан жоқ, ауыртқан сондай адамдар бар. Міне қазақ халқы осындай қиындықтың бәрін келе жатқан адамдар. Ақ пен қызылдың соғысын көрді. Революционный переворот жасаймыз деген земледелияны көрді. Дайындығы жоқ адамдарды отырғызған. 33 жылы аштықты көрді. Одан кейін контрреволюционер деп өткізген қазақтың бетке шығатығын, ақылды адамдардың бәрін ұстаған, әрбір үйде бір қаттанетін адам болса, соны түрмеге апарып жатқан КГБ-ның адамдарын көрді. 41-45 жылы соғыста бүкіл барған қазақстандықтардың жартысына жуығы келген жоқ. Бүкіл барған қазақстандықтардың. Ал қазақтан шыққан геройлар болды. Соның 102-сі қазақ. Бір қазақ қана дважды герой болды. Талғат Бигелдинов. Ал қанша қазір фронттан бәлендей нәрсені жасады. Даже Сағадат Нұрмағамбетов 19 жасында геройлығын алды. Екінші рет геройлыққа ұсынғанда ол Гитлердің канцеляриясын алып жатқан кезде, соған келгенде қанша адамның өмірін сақтап, қанша 200 қазір ойымда жоқ енді, адамды окружение қалған. Сол екінші рет герой сұрағанда Сағадат Нұрмағамбетовке сонда берген жоқ. Советтер одағының енді оның аты қандай адамдар болу керек. Қанша қазақтардың әйелдер де бар соның ішінде. Мысалы, Хиуаз Доспанова бірінші самолетпен ұшып 3260 килограмм тротиловый оқты жаудың үстіне түсірген адам. Түннің ішінде ел көрмей тұрған уақытта жаудың орындарын бомбалаған адам. Соған геройлық та бермеді. Бірге соларда болған бүкіл адамдардың бәрін, орыстардың бәрі герой болып шықты. Міне осындайдың бәрін жұрт біледі, біз де білеміз. Бірақ біз орысқа дегенге, басқа ұлтқа дегенде бізде қастық жоқ. Өйткені олай болмау тиіс. Адамның бәрі бірдей. Адамның бәрі бір Құдайға сыйынады. Біреу Құдай дейді, біреу Бог дейді, біреу басқа дейді, бірақ бір Құдайға сыйынады. Сондықтан міне біздің бағымызға
90-шы жыл келді ғой, бағымыз дейміз. 90-шы жыл біздің сорымыз болды. Сорымыз болғаны Алматы, Қазақстан халқы, Қазақстан жері. Бүкіл бір мұхиттың ортасында қалған бір ғана точка болып қалды. Ешқандай, өйткені ақша Москва арқылы өтеді. Құрылыс материалдарын ақша беретін солар, проектіні қарайтын солар, астықты жібереді, астықты қай жерге қанша жіберетінді жоспарлайтын солар, құрылыс жасау керек пе, керек емес жасай. Бәрі солай. Даже ремонтты, техниканың ремонтын бөлшектерін жіберетін Москва. Сонда 90-шы жылдары Қазақстанға не бөлшектері, не техника, әр жерден келетін, не ақша, не жұмыс, еш нәрсе болған жоқ. Міне тура бір ортада қалды. Міне Қазақстан халқы болды. Не істерге білмеді, қайда барарын білмеді. Украиндар еліне кетті, немістер еліне кетті, еврейлер еліне кетті. Міне қалғандары Ресейге кетті, міне қалғандары қалды. Мен Қонаевтың кезінде бірге жүрдім ғой, 20 шақты жыл солардың қатарында жүрдім ғой. Сондықтан мен ол кісінің тазалығын, өз басының кереметтей тазалығын, мен үйіне барып көрген адаммын. Осы үйден әйел тамақ ішкен адам марқұм болып кетті. Сондықтан да мен ол кісілер туралы сөйлеймін. Осы алдыңғы күнде сөйледім ғой деймін. Зухра Шариповнан бүкіл сол кісі еңбек еткенде, қанша жыл тұрғанда күткен, сол кісіге көмек берген, сол кісінің ең бірінші жанашыры, жолдасы болған Зухра Бакировна деп айттым. Міне Қонаевтың еңбегі күшті, өндірісті жандандыруға. Соғыс жылында ол кісі Совет министр кеңесінің орынбасары болды. Армияның осы нелерменен, оборудованиесіменен шұғылдануға. Барлық жердегі военный заводтардың келгені, солардың жұмыс істегені, Ресейден эвакуированный бәрін келген орналастыру, соларды жоспарлау. Керемет жұмыс істеді. Енді бүгінгі кезде кезексіз сайлау болды. Президент болып Тоқаев Қасым Жомарт болады деп соғысын айтты. Қасым Жомартты мен бала кезінен білем. Кішкене кезінде, мектепке бармаған кезінде біздің балалармен бірге ойнап жүрген кезі болды. Енді осы жерде айта кетейін, бәрібір әңгіме болғаннан кейін. Тоқаевтың шешесі, менің шешемнің әкесінің қарындасынан туған. Шешемнің әкесі, оның қарындасы. Мен сол атамыздың туған қыздан, Уазипадан туған менмін. Біз арамыз жақын. Кемел Тоқаевты менің әжем білетұғын. Әжем 105-ке келіп қайтыс болды. Сол кісі осы Тоқаевты Кемелді таптырған, тауып бер деп неше рет айтқан сол кісі болды. Мен ол кезде Талдықорған облысында облыс өлкемді істеп жүрген кезім, Алматыға жиі келем, сонда бір күн отырып айтты: сенің туысың бар, сенің жақының бар, бірақ оның жақыны жоқ. Оның әкесі бәрі өліп қалды, туысқандары өліп қалды. Сен соны тапшы, аты Кемел. Соғыстан қайтқан кезде жаралы болып келіп, менің үйіме келіп қонып, сонда айтқаны бар еді: апа, мен енді бір үлкен оқу орнына түсейін деп жатырмын, енді аман есен келдім ғой деп кеткен. Сен сол Кемелді тап деді. Бәрі білгенім осы. Сонымен сол Кемелді бірге оқып жүрген адамдарынан тауып, араласып, мен обком партияда жүргенде, енді сол біздер бала шағамызбен араласып жақсы тұрдық. Араласып кәдімгі семья ретінде, жақсы туыстар ретінде. Одан кейін мен ол кісі жоғарғы советтің ведомство деген бар, жарлық шығарады. Сонда редактор болып істейді. А мен жоғарғы советке секретар болып келдім сол мекемеге. Ол кісі 2 жыл істейді екен. Енді
бұрын араласып жүрген, обкомда жүргенде бірге жүрген жолдастары бар. Бәрі, ой, жақсы болды, міне туыстары болды деп. Сонымен сөз шыққаннан кейін бізде домалақ арыз деген болады. Без имени барлық осылай туысы, сондықтан олар солай да отыр, сондай болды деген. Сондай көп рет домалақ арыз болып, ылғи да мен оправдация етіп, мен алған жоқ, менен бұрын келіп отырған адам жұмысын істеп жатыр ғой, мен не істейсіңдер деп сөйтіп ылғи жүріп, содан арамыз қашық болып кетті. Біз ары қарай араласа берсек, ол бәрібір жұрттың көзіне көрінетін болды. Сонымен кішкене арамыз суып кетті. Бірақ менің әкем қайтыс болғанда да, шешем қайтыс болғанда олар келіп тұрды. Ол кісі қайтыс болғанда, әйел қайтыс болғанда да мен бардым. Бірақ арамыз әлгіндей суыңқырап кетті. Ал суған дегенде бір-бірімізге араласымыз болмады. Бірақ қызметтегі араласымыз 10 жыл мен бірге отырдым. Мен бастықпын ғой. Барлық аппарат менің қол астымда. Мен Кемелде бастық болып отырдым. Бірақ сырт көзге біз енді ешқандай жақын екенімізді көрсетпедік. Кемел осы Жомарттың, Қасым Жомарттың оқу таңдағанда Кемел осы университетке барсын деген ой болып, соған үгіттей алмадым. Сіздерге келсінші, балалармен сөйлесінші, біздің балалардың 1-2 жас үлкендігі бар ғой, сөйлесінші деп алып келгені бар осы үйге, 10 класты бітіргеннен кейін. Сонда осы үйдің есігінен ашып, Бақытжан, Бауыржан менен сөйлесіп, 1-2 сағат отырғаннан кейін Бауыржан келіп бізге айтты: сіздер мына баланы әуре қылмаңыздар. Бұл бала осы оқуына барады, осы оқуына жіберіңіздер, қарсы болмаңыздар деп, сонымен әкесіне де айтып, осы МГО-ға барсын, сыртқы істер министріне оқуына барсын деп сөйтіп айтқаны бар. Біздің енді жұмыста да Бауыржанмен бір араласқан кездері болған. Бірақ енді қазір енді біз бір-бірімізді білеміз. Біз өзімізді және өмір сүріп жатқан қоғамды түсіну үшін әңгімелесеміз. Мақсатымыз адамдардың өзіне деген ілтипатын арттыру. Оян Батыр подкастын ұнатсаң, бізге iTunes, Google Play қосымшалары арқылы жазыл. Facebook, Instagram, ВКонтакте және findyoubi.com сайтында бізбен бірге бол. Подкастымыздың жақсаруына себеп боламын. Өзгеге көмектесемін десең, iTunes'та өз пікіріңді қалдыруды ұмытпа. Назарыңа рахмет.